Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының тұрақты көрермені. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» деген ұраны мен қазақ қоғамының ұлттық рухын оятқан ұлт зиялысы екендігін естеріңізге тағы бір мәрте түсіргім келіп отыр. Аз ғұмырын халқының білім алуына, тәуелсіз, еркін, азат болуына сарп еткен тұлға. Ол үшін ештеңеден аянған жоқ. Ең бастысы, бір ұлттың тағдырын мойнына артып, өзінің ұлы мақсат жолында жан аямаған тұлға. Міржақып Дулатұлы қазақ әдебиетінде ең бірінші болып көркем проза жанрында роман жазып шыққан автор. Қазақ газетіне жазған ұлт азаттық идеяларының барлығы ұйықтап жатқан халықтың жүрегін оятушы күшке айналды. Автордың «Оян қазақ» еңбегінен бөлек балаларды оқу жазуға арнап жазған есеп құралы, қирағат кітабы, балқият пьесалары да сақталған. Әр қазақтың көкейінде шырақ болып жанған Міржақып мұрасын оқу бүгінгі ұрпақтың басты міндеті. Міржақып Дулатұлының тарихта сіңіріп кеткен алаш ордашылық әрекетінің өзін таңнан кешке дейін тоқтамай жырлауға болады. Міржақып өзінің «Оян қазақ» еңбегінде «Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда босқа жасты, жер кетті, дін нашарлап, хәл харам боп, қазағым, енді жату жарамасты» деп қанша ұран көтеріп, халықтың жүрегіне бостандыққа деген, білімге деген, халқына, дініне деген махаббатын оятуға тырысқан әрекеттері кеңес үкіметінің тарапына жақпай қалғандығын білеміз. Жастайынан қыршын кетсе де, Міржақып аз ғана ғұмырының ішінде халық игілігі үшін негізгі миссиясын көре білген тұлға. Ендеше бүгінгі сіздерге видеомда Міржақып Дулатұлының қазақ газетінде жарияланған «Алаш маршы» деп аталып кеткен «Зар заман» өлеңімен таныстырғым келіп тұр. Зар заман. Кез болған соң кер заман біздің баққа, жау жарағын асынып міндік атқа, ел бастайтын ерлерге бұл бір зор сын, жаңа талап, жас ұлан, қарап жатпа. Ел бастайтын қайдасың көсемдерім, сөз бастайтын қайдасың шешендерім, тәуекелге бел байлап бастап топты, тигізбесін жұртқа жау кеселдерін. Бай, қайдасың ортаға малыңды сал, азды көпті аямай барыңды сал, жаны тәтті жақсылар қайдасыңдар, мұсылманның жолына жалыңды сал. Ел қорғайтын қайдасың батырларым, өлең күйдің шебері ақындарым, азаматтың міндеті елді қорғау, төнгелі тұр басыңа күшті толғау. Азаматы алаштың аттанатын күн туды, тұлпар мініп ту ұстап баптанатын күн туды. Келесі назарларыңызға ұсынатын өлеңіміз Міржақып Дулатұлының «Алашқа» өлеңі. Көк майса бетегелі жерің қайда, күмістей толқындаған көлің қайда, ың-жың боп жер қайысқан төрттілікпен жөңкіліп көшіп қойған елің қайда. Көтерген ақ киізге ханың қайда, қиғашқа бидай өңді ханым қайда, түнерген сырт қайбынды іргең бүтін, бір кезде басқа қонған бағың қайда. Қақ жарған қара қылды биің қайда, ақ орда би түсетін үйің қайда, салтанат сарыарқада құрған қазақ, толықсып жүрген кеше күнің қайда. Шаң жұтқан теке жәуміт атың қайда, қалдырмас жауға тастап жақын қайда. Ұшқырат түзу мылтық болат найза, киінген көк тулыға батыр қайда. Қамығып қанға толған жүрек қайда, бұрқ еткен бір ауыздан тілек
қайда, жаяуға ат, жалаңашқа киім болып, қарасқан нашарыңа көмек қайда. Бермейтін ел намысын ерің қайда, сүйенер қысылғанда белің қайда. Өйткені айтқаны екі болмай тұғын, асыл зат артық туған бегің қайда. Шалдырмас топта тура шешен қайда, ұлықпен ел бастаған көсем қайда. Қазағым қазақшылықпен қалпың менен, даңғыл жол сайрап жатқан көшең қайда. Кемеңгер дұғалы ауыз кәрі қайда, дертіңе шипа болар дәрі қайда. Масайрап кімге сеніп қарсысасың, жауап бер, осылардың бәрі қайда. Жауап сол, өткен дәурен қайта келмес, қаншама өксігенмен тағдыр көнбес. Бұл күнгі қарашыл қарт, парашыл би, өткендер келгенменен орын бермес. Сөйткенмен қашақ көшін оңға бастап, жүруді өздігінен тағы білмес. Мейлің көң, мейлің жыла соңғыларға, қайтсын ай қамықтау деп көзін ілмес. Ішкен мас, жеген тоқтың заманы бұл, ашынғанның түкке жүрмес. Мал құмар, малдың қолы деген ақын, кім қақса жемтігінен соған күндес. Алашым, айтқанды алсаң без бұлардан, еш нәрсе тәуіп бермес, білген кермес. Қой бағып қасқыр қашан опа қылған, көре бер өз бетіңмен күніңді өлмес. Қайран қолдан келмес іске әуре боп, қорлыққа тілімді алсаң болма кездес.